қайырлы күн, қымбатты білімгерлер. Біз бүгін мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасы психологиясы пәні бойынша 10-шы семинар сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі семинар сабағымыздың тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының эмоциялық еріктік дамуын жетілдіру жолдары. Бүгінгі негізгі тақырыбымыз осы. Олай болса, сіздерге қарастыратын сұрақтардың барлығы силабуста берілген, жоспары бар, мақсаты бар. Олай болса, бүгінгі сабағымызға кім дайын? Жақсы, шыға қойыңыз. Эмоциялық еріктік даму бұл тұлғаның психологиялық және әлеуметтік қалыптасуындағы негізгі бағыттардың бірі. Жалпы эмоция дегенге келетін болсақ, эмоция латын тілінен аударғанда толқу деген мағынаны білдіреді. Адамның қоршаған ортаға және іс-әрекетіне деген ішкі әсері және сезімдік қатынасын білдіреді. Ерік дегенге келетін болсақ, ерік адамның мақсатқа бағытталған іс-әрекеттің саналы түрде басқару қабілеті. Психология ғылымында эмоциялық еріктік даму баланың құндылық, бағдарларын және мінез-құлқын өзін-өзін реттеуін айқындайды. Эмоциялық және еріктік дамудың ерекшеліктері жалпы оқушының қуануы, ренжуі, таңдануы, мейірімділік, қорқыныш, эмоциялар тану және олардың басқаруы. Эмоцияның дұрыс дамуы қарым-қатынас мәдениетіне және зейін мен мотивацияға әсер етеді. Ал еріктің даму ерекшеліктеріне келетін болсақ, баланың мақсат қоюы, қиындықтардың жеңуі, табандылық пен өз-өзінің бақылауын қалыптасуы, еріктің әрекеттер оқу тапсырмаларын орындау, тәртіп сақтау, шыдамдылық арқылы дамиды. Негізгі байланыстарына келетін болсақ, эмоциялық тұрақтылық еріктің әрекеттің қозғаушы күші, ал ерік эмоция басқарудың тетігі. Эмоциялық еріктік дамуға әсер ететін факторларға келетін болсақ, бізде үш фактордың түрі бар: отбасы тәрбиесі, оқу және тәрбие үдерісі, жеке ерекшеліктер. Отбасы тәрбиесі ол алғашқы эмоциялық тәжірибе мен мінез-құлық үлгісі осы ортада қалыптасады. Ал оқу және тәрбие үдерісінде ұжымдық жұмыс, ойын, шығармашылық әрекет баланың эмоциялық және еріктік сапаларын дамытады. Жеке ерекшеліктер ол темперамент, мінез және өзін-өзін бағалау деңгейі дамуға ықпал етеді. Келесі бізде эмоциялық еріктік дамуды жетілдірудің жолдары. Жетілдіру жолдарына келетін болсақ, ойын және рөлдік жаттығулар. Баланың эмоциясын еркін білдіру, өзге сезімін түсінуді дамытады. Өзін-өзі реттеу дағдыларын үйрету, тыныс алу жаттығуларын, сабыр сақтау, мақсат қою сынды жаттығуларды үйрету. Эмпатия дамыту, өзгенің сезімін түсініп, көмек көрсету дағдыларын қалыптастыру. Эмоциялық қолдау және кері байланыс, оқушының жетістігін мойындау, сенім атмосферасын қалыптастыру. Шығармашылық іс-әрекет, сурет салу, сахналау, әңгімелесу, өзінің эмоциясын көрсете білу. Мұғалімнің рөлі бұл үлгі болу, психологиялық қолдау көрсету, оң эмоция орта қалыптастыру. Келесі бізде эмпатия. Эмпатия бұл басқа адамның эмоциялық жағдайын түсіне білуі, яғни оның сезімін бөлісе білу, оған жанашырлық таныту. Ол баланың қарым-қатынасын, моральдық қасиеттер және әлеуметтік тәжірибесі арқылы дамиды. Жалпы осы эмпатияны дамыту әдістеріне рөлдік ойындар, әңгімелесу, жағдаяттық тапсырмалар, топтық жұмыс дегендер жатады. Қорыта келгенде, бастауыш мектеп кезеңі балада эмпатия қалыптастырудың ең маңызды шағы деп есептеледі. Эмпатияның дамыған оқушы ол адамдар тез түсіне алады, мейірімді қарым-қатынас орната алады, сыныпта өзара сыйластықтың қалыптасуына үлкен үлес қосады және болашақта әлеуметтік жағынан жетілген тұлға болып қалыптасады. Ойынымызды қорытындылай келе, викторина деген ойынды ойнасақ. Эмоция дегеніміз не?
Эмоция адамның қорқыныштары және иә іскі сезімдік қатынасы. Ерік дегеніміз не? адам мақсатқа бағытталған іс-әрекеттердің түрде басқару түрі. Мұғалімдер жатып қалған тұрсын. Обязательно басу керек па? Эмоция сөзі қай тілге Латын. дұрыс қатема. Басқа адамның сезімін түсінуі. Эмпатия дегеніміз не? Ол басқа адамның сезімін түсінуі. Иә. Келесі соңғы сұрақ. Осы эмоциялық еріктің дамуын зерттеген ғалымдар. Выгодский, Тақырыпты толық меңгергендерін көрініп тұр. Енді бөлінген эмоцияларды екі топқа беремін. Осылар жинасақ. Түспен берілмейді. фишка сонда ма? Түспен берілмейді. Түспен берілмей ма? Сөз. Міне. Мен жоқ, жоқ, түспен берілмейді жоқ. Түспен берілмейді. Баба, тұра келді. Әке, қосылды. Жоқ, тұру керек қосын. Сиыр десең. Енді тақырыпқа байланысты тапсырмалар орындасақ, бізде бірінші тапсырмамыз бұл эмоцияға байланысты сұрақтар берілген. Кәнеки 5-6 студенттен шығып осы сұрақтарға жауап берсек. Еріктің даму ерекшеліктері. Еріктің даму ерекшеліктері дегеніміз ол баланың өзінің мақсат қоюы, қиындықтарды өз бетімен еркін шеше білуі, бұл жалпы еріктің ерекшеліктеріне жатқыза аламыз. Дұрыс, жарайсың. Эмоция мен еріктің өзара байланысы. Эмоция деген ол адам түрлі эмоциялар көрсетеді ғой. Мысалы, қуану, жылау, ренжу деген сияқты. Эмоция дегеніміз не? Эмоция деген ол адамның көңіл күйі, сыртқа берілетін әсері. Сол түнеп жүрген келесі кері байланыс, яғни осы біздің тақырып бойынша жасалатын кері байланыс ойыны. Мынау ойын колесо фортуна, мына жерде сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдерді мен көрсеткен эмоциямен қайталау керек. Ал енді біздің ойынымызға кім дайын, кім шыққысы келеді? Мен Қазір мен бір эмоция көрсетсем, сол эмоциямен осы сөйлемді қайталаймыз. Мен қуаныштымын. Деп па? Келесі кім?
фотоға түскен эмоция. Мен факты ұмыттым. Фатимаға түскен эмоция. Мен қорқып тұрмын. Болды. Келесі. Мен жайлы. Мен ашулымын. Келесі. Келесі Сабинаға түскен эмоция. Әркім өзі біледі ғой. Ең батылмын. Келесі. Мен таңғалдым. Қандай эмоция? Мен таңғалдым. Міне мен осы эмоциялар дайындап келдім. Осы бойынша өздеріңнің кері байланыстарыңды көрсетсеңдер. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті. Маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Өйткені мен бүгін ерік пен эмоцияның даму ерекшеліктерін, жалпы сол туралы қызықты мәліметтер өттім. Бүгінгі практика сұрауды өте тамаша өтіп жатыр. Белсенді қатысып отырсыздар. Ондай болса мен сіздерге сабағымыздың тақырыбына сай дегенмен де толықтыру мақсатында сұрақ қойсам деп отырмын. Бірінші сұрағымыз бізде бастауыш мектеп жасындағы балалардағы осы ерікті мінез құлық мектепке дейінгі жастағы балалардағы мінез құлықтарымен несімен ерекшеленеді? Осы ерік жігерді дамытудың негізі 3 компоненті бар. Оны сіздерге дәріс сабағында да, осы практика сабағында да жаңа айтып өттік. Дегенмен де осыны атап өтсеңіздер, және осы 3 компоненттің қайсысы бастауыш мектеп жасында қарқынды дамиды? Бұл компоненттің бірі, яғни жалпы бастауыш мектеп жасында қарқынды дами бастайтын компоненттің бірі бұл іс-әрекетті орындау, іске асыру. Яғни бұл белгілі бір мақсатқа жету үшін жігер мен табандылықты көрсету болып табылады. Рахмет сізге, жақсы, өте жақсы жауап. Енді біздің соңғы сұрақ сіздерге деген осы бастауыш сынып оқушысының ерік жігері егер жоғары болып, бірақ эмоциялық сферасы әлсіз болып келетін болса, бұндай жағдайда сол топтағы қарым-қатынасқа қалай әсерін береді? Және бұны түзетудің жолдары бар ма? Кім айтады? Мұны түзету үшін мұғалім мен ата-ана бірігіп, баламен жұмыс жасау керек, бір-бірін түсінуге және де осы оқу барысында өзін дамытуға көмектесу қажет. Жалпы айтқанда мотивация беру керек деп ойлаймын. Ол үшін мысалы рольдік ойындар ойнату керек, топпен оқушыларды араластырып топпен ойын ойнату керек, және де неше түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, жаңағы студенттің айтқан жалғастырып кететін болсақ, яғни бізде бастауыш сынып оқушыларының эмоциялық ерікті дамуын жетілдіру үшін ең бірінші не екен? Мұғалім мен ата-ананың бірлескен әрекеті қажет екен. Ол қандай әрекет? Қандай негізгі бағытта жүреді дейтін болсақ, ең бірінші психологиялық қолдау көрсетуіміз қажет. Ол дегеніміз ең бірінші сіздердің болашақ мұғалім ретінде алдарыңызда отырған білім алушы не істейміз? Ең бірінші сенім айтамыз, әрбір жетістігін мадақтап мақтаймыз. Одан кейін барып жылы сөз айтамыз, барынша мейірімділік көрсетеміз. Келесі біздерде осы эмоциясын дұрыс білдіре білуге үйретеміз. Ол ашуланып тұрсын, ол ренжіп тұрсын, қандай жағдай болса да сол эмоциясын ұстай білуге үйретуіміз керекпіз.
Бұл да біздің жаңағы болашақ маман ретінде біздің құзыреттілігімізде. Келесі шығармашылық іс-әрекет ұйымдастыру керек. Яғни оған сурет салу болсын, сахналық қойылымдар болсын, рөлдік ойындар болсын, тапсырмалар, жаттығулар болсын, яғни ертегілерді қою, яғни рөлдік сюжеттік ойындарды ойнату арқылы эмоциясын істейміз. Шығармашылық тұрғыдан ұйымдастыра аламыз. Енді бізде ойындар және топтық әрекет ету. Бұл жерде топтық әрекет етуде ең бірінші не болады? Қарым-қатынаста бала қасындағы адаммен қалай қарым-қатынас жасайды? Оған жаңағы жол бере ма, пікірін айта ала ма, пікірін білдіре ала ма, мінекей осындай топтағы командалық жұмыс. Яғни осының барлығы осы бастауыш оқушыларының эмоциялық дамуы қарқын жүретін кезең, негізі бастауыш сыныпта. Біз соны не істейміз ары қарай дамытуымыз керек, дұрыс бағытта тәрбиелеуіміз керек. Мінекей болашақ маман ретінде біз осындай жаңағыдай жұмыстарды сондай керемет бағытта ұйымдастыратын болсақ, біздің алдымыздағы әрбір білім алушы жеке тұлға ретінде өзінің орнын өмірде не істейді? Біз соған өз үлесімізді, өз жаңағы бастауыш мұғалім ретінде құзыреттілігімізді не істейміз? Көрсетеміз. Олай болса, бүгінгі сабағымызға қатысқандарыңыз үшін, белсенді қатысқандарыңыз үшін рахметімді айтамын, алғысымды білдіреміз. Келесі практикалық сабақта жүздескенше рахмет.